Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2022 жыл жарық көрген Бақылаушы атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік ендеше. Джулия күйеуі Фрэнсистің жұмысы бойынша Румынияға келіп, жалға пәтер алып, сонда орналасады. Түнде ұйықтай алмаған қыз терезеге жақындап, қарсы беттегі үйлердің терезелеріне көз салады. Сол кезде оғанда біреудің қарап тұрғанын байқап, бір-бірінен көздерін алмайды. Ертесіне Фрэнсис жұмысқа аттанса, Джулия киімдерін реттеп, телефоннан румынша сөздердің аудармасын тыңдап, күнде үйде жалғыз қалатын ол қалада серуендеп, метроға, тағы басқа жерлерді аралап, уақытын өткізіп жүреді. Бір мүсіншені сатып алып, үйіне келсе, есігі ашық тұрады. Түсінбеген ол ақырындап жақындаса, іште бір еркекті көреді. Сол кезде пәтер иесі жарықты жөндеуге келдік деп шығып, екеуі кетіп қалады. Жарықты жағып, зерігіп отқан қыз кейін оны сөндіріп, терезелерге көз жүгіртеді. Сол кезде оған қарайтын жігіт тағы да қарап тұрғанын байқап, ол да назарын алмай тұрғанда Фрэнсис жарықты жағып кеп қалады. Содан екеуі сыртқа шығып серуен құрады. Сол кезде алда адамдар мен полицияның жиналғанын көріп, не болды екен деп жақындап, себебін біле алмай қайтады. Ертесіне сол оқиғаны жаңалықтан көріп, бір қызың өлгенін естиді. Сөйтіп Джулия қарама-қарсы үйдегі жігіт әрдайым осында қарап тұрады. Ана терезеде деп көрсетсе, мен оны көріп тұрған жоқпын дегенде қыз оны тек түнде көріп жүргенін айтады. Содан Фрэнсистің бір достары кешкі тамаққа келіп, румынша әңгімелесіп отырады. Арасында түсінбеген Джулияға аударып берсе, кейін кеше түнде қылмыс болған жайлы сұрайды. Сөйтсе оларда сол туралы естіп, қыздың басын шауып алыпты деген хабарды жеткізеді. Одан алдын бір қыздың тамағын кесіпті деген секілді маньяктың істегендерін айтып береді. Джулия қоқысты шығаруға кетіп, жолда көршісі Иринамен танысады. Ертесіне әлгі өлтірілген қыз туралы интернеттен іздеп, маньяктан аман қалған қыздың сөздерін тыңдайды. Ол менің басымды жауып тастап, кейін қасымда бірнеше сағат бойы бақылап отырды. Мені бұрыннан бақылаған деп ойлаймын. Менің артымда әрдайым біреу бар секілді болып сезіледі дейді. Соны естіген Джулия артындағы адамнан күдіктеніп аңдып келе жатыр деп ойлап қорқа бастайды. Бірақ ол жай өтіп бара жатқан адам еді. Жолда кинотеатрда байқап, ескі киноға кіріп кетеді. Кино көріп отқанда артына біреу кеп жайғасады. Джулия бір түрлі боп ақырын басын бұрып қарамақ болады, бірақ оның түрін көре алмайды. Артындағы кісі еңкейіп оған жақындағандай боп, оның тынысын сезеді қыз. Қорқып орнынан тұрып шығып кетеді. Кейін супермаркетке кеп, себетпен дүкенді аралап, жемістерді салып жатқанда бір еркек кеп оған қарайды. Соны сезген Джулия кинотеатрда отқан жігіт деп ойлаған ол мән бермеуге тырысады. Бірақ еркек қалмай көзіне көріне береді. Шошиын деген қыз кері шегініп банканы сындырып алады. Содан тез қасындағы бір есікке кіріп тығылады. Терезесінен ақырын қарағанда еркек банка сынған жерге жақындап, қызға қарайтын кезде жұмысшы не істеп жүрсіз деп оған сөйлейді. Қосалқы шығатын есікті сұрап, сонымен дүкеннен шығып кетеді. Күйеуімен тамақтанып отырып, терезедегі бақылаушы оның үстіне маньяктан аман қалған қыздың сөздерінен кейін оны біреу аңдып жүргендей біртүрлі сезімде болады. Кинотеатрдағы жігіт мені супермаркетке дейін аңдып келді деп ішкі үрейін айтады. Оны тыныштандыруға тырысып, дүкенге барып, камерадағы видеоны көрмек болады. Джулияға есікті көрсеткен жұмысшымен сөйлесіп, мен біреуден қашып тығылдым деп камераны көруді сұрайды. Видеоны қарап, еркекті танып осы дейді. Джулияның еркектің бір-біріне қарағандарын көріп, кейін банканы сындырып алған жеріне кеп, есіктен кіріп тығылады. Еркек сол жерге кеп, есікке қарағанда ол маған қарады дейді. Бірақ күйеуі ешқандай күмәнді нәрсе байқамай, оған қараған әйелге қараған шығар дейді. Яғни сен оған қарадың, ол да саған қарады дегенге келтіреді. Джулия еркекті суретке түсіріп алады. Ертесіне бір түрлі болып отқан әйелінің жағдайын сұрап, бүгін клиенттермен кездесу деп кеш келетінін айтып кетеді. Сөйтіп терезе алдына жайғасып, қарсы үйдің есігіне қарап отырады. Осылай түн боп күйеуіне қашан келесің деп хабарласады. Ол болса қашан келетінін нақты айта алмайды. Содан терезеге көз салып, үнемі көрінетін жігіттің терезесі қараңғы боп көрінбейді. Сол кезде есіктен тоқылдаған дауыс шығады. Маньяк деп ойлаған қыз жаймен есікке жақындап, есік тесігінен қарап ашып, бір апа румынша бірдеңелерді айтып жатады. Қыз сізді түсінбедім десе де, былдырлап сөйлеп жатқанда, ағылшынша түсінетін Ирина ол мысығын іздеп жүр, көрмедің бе деп сұрап жатыр екен. Джулия көрмедім деп жауап береді. Қыз көршісіне аударып
шақырғаны үшін алғысын айтады. Сонда Ирина оны ішімдікке серік болуға шақырып, Джулия келісіп, көршісінің үйіне кіреді. Стақанға құйып беріп, екеуі жақынырақ сөйлесіп, Ирина Британияда балетпен айналысқаны жайлы айтып, екеуі шүйіркелесіп отырып, қорғану үшін тартпадағы тапаншасын көрсетеді. Сәл масайып, көңілі көтерілгендей боп үйіне келеді. Сол кезде терезедегі жігіт есіне түсіп кетіп, пердені ашса, терезе алдында отырады. Мұнда не қарап жатсың деп белгі бергенде қолын көтеріп көреді. Кейіннен жігіт те қолын көтергенде қыз біртүрлі боп қалады. Күйеуі жұмыстан оралып, әйелінің темекі шегіп отқанын көріп, не болды деп сұрастырады. Сонда қыз бәрін айтып беріп, мен қол бұлғадым, ол да бұлғады деп қорыққан Джулия полиция шақыртады. Полицейге кинотеатрдағы жігіт супермаркетке аңдып келгенін, терезедегі еркек сол деп ойлап, телефондағы суретін көрсетеді. Онша сене қоймаған полицей барып сөйлесіп келмекші болады. Фрэнсис мен барамын деп екеуі терезеден бақылаушының үйіне аттанады. Оларды күтіп, уақыт өте келген күйеуінен бірден сол ма деп сұрайды. Сол болғанның өзінде де ол біздің ауданда тұрады. Оның сауда-саттық жасағаны күдік тудырмайды деп күйеуі өз ойын айтқанда, әйелі ондай парасатты ойды іздемей-ақ қой деп, күйеуінің ол аңдушы емес дегісі келгенін түсінеді. Мені жынды боп қалды дейсің бе десе, жоқ деген Фрэнсис, әйелі үйде жалғыз, бөтен елде жүргеннен стрессте болуы мүмкін, яғни қиялдап жатқан шығар деп топшылайды. Екеуі сөзге кеп қалып, Фрэнсистің оған сенгенін қалайды. Ертесіне күйеуі жұмысқа кетіп, Джулия темекі сатып алып, көшеде әлгі еркекті байқап, тығылып қарап, артынан аңдый бастайды. Оның кептерлерге жем шашқанын, кейін бір кафеден тамақтанғанын көріп, артынан қалмай келеді. Бір үйге кіріп кетіп, қыз жаймен артынан келе бір стриптиз клубқа кіреді. Айналасына қарап, швабраны алып жатқан еркекті байқайды. Еркек оған қарайтын кезде қыз тығылып қалады. Сол кезде әйнек ішінен Ирина оны таниды. Яғни Ирина сол клубта істейтінін түсінеміз. Джулия ол бізді басынан бастап аңдып жүр дейді. Еден жуушы болып істейтін сияқты, оны танисың ба десе, бұл жерде адамдар жиі ауысады деп танымайтынын жеткізеді. Содан үйіне кеп, есікті орындықпен тіреп, ноутбуктен кино көріп жатады. Болған соң жататын орнына келіп, көрпенің ашылғанын көріп, кім жасады дегенде тұрып қалады. Сөйтсе түсу екен. Ұйқысын ашуға тырысып, кейін Ирина жақтан бір дыбысты құлағы шалады. Ирина деп қабырғаны тоқылдатқанда, оның айқайлаған және сынған ыдыстың дауысын естиді. Тез оның есігін қағып шыққан көршілерге, мен дауыс естідім деп Иринаны шақырады. Шуды естіген үй иесі де жетіп, Джулия есікті ашуын сұрайды. Амал жоқ, келісіп ашса, іште ешкім жоқ болады. Түсінбеген Джулия, мен естідім ғой дегенде қарап тұрады. Сол кезде ішкі бөлмеде мысық құлаған шамның қасында отырады. Мысық құлатты ғой деп ойлап жатады. Ол апа іздеп жүрген мысық екен. Сөйтіп Фрэнсиске үй иесі өз наразылығымен ескертуін білдіреді. Күйеуі 2-3 сағатқа жұмысқа аттанып, Джулия Иринаның жұмысына хабарласып, ол түнде келмеді деп сұрап білмекші болады. Бірақ нақты ешқандай жауап ала алмайды. Сол кезде Иринаның есігін тоқылдатып жатқан дауысы естіп, бір жігіттің келгенін көріп, оған Иринаның түнде жұмыстан келмегенін айтқанда, жігіт те жұмыстан кейін ол маған келу керек болған, бірақ келмеді дейді. Жігіттен қыздың телефонын алып қоңырау соқса, оның телефонының дауысы үйден естіледі. Жігіт Ирина менен қашып жүр деп кетпек болады. Сонда Джулия оған қарсы үйдегі бақылаушының үйіне ертіп, есікті қағып, ол шыққанда оның түрін көргісі келеді. Соны айтып өтініп, жігітті баруға көндіреді. Есікті қағып, іште біреу бар, бірақ ешкім ашпайды. Шықпаған соң жігіт қаттырақ ұрып, оны жайына қалдыр деп сөйлеп кетеді. Жігіт кеткен соң қыз ойланып, өзі барып есікті қағып көреді. Сол кезде іштен бір қарт кісі шығып, аңдушы емес екенін көрген қыз кешірім сұрап кетіп қалады. Лифтті күтіп тұрғанда баспалдақпен сол аңдушы деп ойлаған еркек көрінеді. Лифтке отырып төмен түсіп бір-біріне қарап кетеді. Үйінде отқанда полицей кеп, онымен бірге аңдушы деп ойлаған кісі бар екен. Оны Дэниел деп таныстырып, ол полицияға көршім мені аңдып жүр. Және үйіне кеп әкесін қорқытқаны үшін шағым түсіріпті. Яғни есіктен шыққан қарт кісі соның әкесі екенін түсінеміз. Осылай Джулия мені аңдып жүр деп ойлаған еркек, керісінше ол мені аңдып жүр деп шағымданады. Полиция у-шусыз келісімге келулерін қалайды. Джулия амал жоқ келісіп, екеуі қол алысады. Сөйтіп қыз одан сайын тұйықталғандай боп, біртүрлі боп жүреді. Күйеуінің жұмысындағылармен кеш өтіп, сол кезде Фрэнсиспен сөзге кеп қалып, ол жерден кететін кезде жігіт, сенің қиялдарыңнан шаршадым, не істерімді білмеймін деп айтып қалады. Яғни күйеуі оның көрген нәрселеріне сенбейтінін түсінеді. Жылап ол жерден шығып метроға отырып қайтады. Өзін жайсыз сезінген ол станциясын күтіп жанына қараса, Дэниелде отырады. Соны көрген
қыз метродан түсуге асығады, бірақ метро техникалық ақаудан тоқтап қалады. Сол кезде Дэниел кеп рельске жануар түсіп кеткен шығар, мүмкін сигналмен байланысты шығар деп метроның тоқтауын түсіндірмек боп тіл қатады. Сонда Джулия мені неге аңдып жүрсіз десе, Дэниел ауру әкеме күні бойы қарайлаймын, кейде терезеден көшеде жүрген адамдарға назар саламын, саған қараған әдемі қызды армандайсың, сол кезде сіз қол бұлғадыңыз, сәлем деп айтқысы келген шығар деп ойлап, ол да қол бұлғағанын түсінеміз. Сонда қыздың көзі қасындағы пакетке түсіп, оның ішінде біреудің басы бар секілді пішінде көрінеді. Көз алмай іштей қорқып отырады. Күйеуіңіз полициямен келгенде таң алдым, оның үстіне керісінше неге мені аңдай бастадыңыз деп өзіне айтады қызға. Джулия одан кешірім сұрайды. Метро жүріп бекеттен тоқтап түсіп қалады. Үйіне тез жетіп кетуді ойлаған ол киімдерін жинап жатып, Ирина жақтан музыка естіледі. Ирина келді деп ойлап есігіне жақындап тоқылдатса, ешкім ашпайды. Өзі тұтқаны басса, есік ашылып кетеді. Ішке кірсе, музыка ойнап тұрады. Жаймен аралап жүріп, басы жоқ Иринаны көріп, тынысы тарыла бастайды. Есін жиғанда айқайлама деп оның мойнына пышақты тақайды. Джулия ойлағандай аңдушы да, маньяк та Дэниел болып шығады. Алдында Иринаның үйінде айқайды естіп, үйіне келгенде мен шкаф ішіне тығылып қалғанмын деп айтып бетін ашады. Яғни барлығы есігін ашып келгенде маньяк Иринаны өлтіріп тығылғанын түсінеміз. Сол кезде Джулия деген қабырғаның артынан күйеуінің дауысын естіп, көмектес деп айтпақшы болғанда, оның мойнын тіліп жібереді. Қиналып барып қабырғаны тоқылдататын кезде оның аяғынан тартып алады. Ал Фрэнсис әйелін іздеп жүріп, жинамақ болған киімдерін көреді. Джулия әлсіреп зорға дегенде еденмен жорғалап, Ирина тығып қойған тапаншасын білетін ол соған қарай қолын созып ұмтылады. Бірақ күші жетпей әлі кетіп жатып қалады. Маньяк та қасына солай жатып, оның қолынан ұстап көзіне қарайды. Джулия сол күйі қиналып барып көз жұмады. Орнынан тұрып, пышағын сүртіп, алдына қараса, қарсы беттегі үйдің терезесінен кішкентай қыз қарап отыр екен. Соны көре сала қолдарын жуа бастайды. Ал күйеуі қайда кетті деп уайымдап телефонына қоңырау шалады. Маньяк болса киімін киіп кетуге дайындалады. Сол кезде телефон дауысын қабырғаның артынан шығып тұрған естіген Фрэнсис Иринаның үйіне қарай бет алады. Үйден Дэниелдің шыққанын көріп түсінбей қалған жігіт ей деп оны тоқтатпақ болғанда оған оқ атылады. Тағы да атып маньяк әлсіреп отырып қалады. Сөйтсе Джулия тірі қалып Иринаның тапаншасымен атқан екен. Фрэнсис қорқып қарап тұрғанда қан болған Джулия көрініп, күйеуіне қарап фильм аяқталады. Осылай бөтен елге кеп күні бойы күйеуінің үйде болмауы, жалғыздық жүйкесіне әсер етіп, терезеден әрдайым қарап аңдығанды маньяк деп ойлайды. Ақыр соңында бетпе-бет жүздесіп, оның көзін жойып, сенбеген күйеуіне өз ойының растығын дәлелдейді. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.